28 ақпан қазақ ауыз әдебиетінің алыбы, суырып салма ақындықтың хас шебері жырау Жамбыл Жапалұлының туған күні. Ұлтымыздың ұлы ақыны жыр дүлдүлі Жамбыл өз өмірі мен өнерін адамгершілік құндылықтарды мейірімді жырға қосуға арнаған. Жамбыл суырып салма ақындық өнермен қоса жыраулық, жыршылық дәстүрдің ізін жалғастырған. Ең бірінші жырау ол кісі. Баяғы кәдімгі ғасырлардан ғасырларға өтіп келе жатқан, ата-бабамыздан келе жатқан үлкен бір жанр ғой жырау деген. Меніңше ол кісі сол өлеңді сол өлеңге бой ұрған кезде, ақындықтың жолына түскен кезде ол кісінің ең үлкен қағидасы жаңағы өлең арқылы бір болашаққа, ұрпаққа бір маңызды бір дүниені айтып кеткісі келген сондай мақсат қойған сияқты көрінеді маған. Жамбыл туындылары әлем халықтарының 50-ге тарта тіліне аударылды. Шығармашылығы тек қазақ қана емес, әлем ғалымдарының зерттеу нысанына айналды. Қазақтың Гомер атанған ақынның эпикалық дастандарынан, айтыстары мен жыр толғауларынан біз ұлтымыздың өзіндік болмысын, өмір салтын, өркендік дүниетаным мен арман мақсаттарын байқаймыз. Совет өкіметінің жаңағы заманында өмір сүре отырып, бірақ сол біздің әлгі қанымызға сіңген, салт дәстүрімізге сіңген имандылықтың қағидаларын мықты ұстанған кісі. Аманатқа беріктік, уәдеге беріктік, өтірік айтпау, осының бәрі жинақтап келген адамның кісілігін құрайтын қасиеттер. Мысалы, ол кісінің жырлаған жырларынан, өлеңдерінен де көреміз да. Уақыт өткен сайын Жамбыл мұрасы халық игілігіне айналып келеді. Алатаудың Майтөбе биігіне таяу жатқан жазықта Жамбыл бабамыз көз жұмған ауылда Жамбыл мұражайы орналасқан. Жырау Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым деп жырлаған. Ақын мұрасының бағалылығы да, өлместігі де сол халқына деген сүйіспеншілігінен, оған деген өлмес махаббатынан. Арман Құдайберген, Алмас Әбдеш, Күліп оян, Алматы.